Баршаңызға жалында сәлем достар. Бүгін сіздерге 2014 жылға «Дом с паранормальными явлениями 2» атты фильмін қысқаша айтып беретін боламын. Әрине лайк пен подписаться кнопкаларын басуды ұмытпаңыздар. Ал біз көпке созбай осымен бастаймыз. Малком атты жігіт екі баласы бар Меган атты әйелмен кезігіп жүр. Бұл отбасы жаңа үйге көшіп келгендіктен жас жігіт үйдің айналасына камералар орнатуда. Бір кезде Шайла атты иттің үстіне күтпеген жерден үлкен сейф құлайды. Малком жүгіріп барса, ит тірі болып шықты, бірақ өкінішке орай жерге шелпек болып жабысып қалған екен. Малком оны қайта тірілтемін деп үрлеген кезінде Шайла шар секілді аспанға ұшып кетеді. Иттің жерлеу рәсімінде жас жігіт өзінің эмоциясын ұстай алмай тұр, бірақ та енді оның өліміне көнуден басқа амал жоқ. Үйіне келген Малком бір түрлі қорапшаны ұстап отырған Беккидің қасына келіп, оған қорапшаны лақтыруды бұйырады. Бірақ та Бекки бұл ұсынысқа мүлдем қарсы. Үйдің ауласына шыққан Малком өзінің жаңа көршісін шөп қырқушымен шатастырып тұр. Мигель болса оның әзілдерін шынайы қабылдап, жігітке де тері түсіне байланысты қалжыңдай бастайды. Шын мәнінде Мигель шөп қырқумен де жақсы айналысады екен, сондықтан көршісінің бақшасына да күтім жасауға қарсы емес. Меган үйдің ішінен қорқынышты қуыршақ тауып алған болатын. Жас жігіт оны да лақтырып жіберуді өтінеді. Бірақ қуыршақпен жалғыз қалғанда жас жігіт онымен бірге уақыт өткізуді шешті. Күтпеген жерден бөлмеге Меган келген сәтте қуыршақты бассейнге лақтырып үлгереді. Жаңа қоныстағы бірінші түн. Малком үйдің төбесінен тапқан ескі кассеталарды көріп, бұрынғы үйдің иелерімен жақын танысуда. Бір кезде видеода пайда болған қорқынышты құбыжық адамдарды дарға асамын деп өзі зардап шегіп қалады. Малком бұл кассетаны балалар көрмеуі керектігін түсініп, әлгі құбыжықты зерттеу үшін суретін принтермен шығарып алады. Осы кезде белгісіз әйел қоңырау шалып, телефонмен қорқынышты өлең айтуда. Терезеге келген жас жігіт ауланы суретпен салыстырып, видеодағы жағдай осы үйдің артқы ауласында болғандығын түсінеді. Суретті алып, қайта аулаға қараса, өзінің бұрынғы марқұм әйелі тұр. Кешке қарай Меган ғашығына сезімін білдірмекші. Бірақ та Малком айналадағы камералармен қуыршақтан ұялып жатыр. Осылай екеуі бүгінгі түнді бірге өткізеді. Таңертең камера арқылы кешегі видеоны қарап отырғанда Малком әлгі қуыршақтың сол тіні қозғалғанын байқайды. Малком видеоны әйеліне көрсетсе, Меган тек өзінің салмақ қосқанын ғана байқап тұр. Бір кезде жас жігітке хабарлама келеді. Сөйтсе, бұл қуыршақтың есімі Эбигейл екен және өзінің жеке парақшасы бар. Онымен қоса қуыршақ парақшасына Малкоммен кездесіп жүрмін деп жазып қойыпты. Не болып кеткенін түсінбей, жас жігіт бүкіл үйге камера орнатуда. Біраз уақыттан соң Малком әйелінің баласымен тығылыспақ ойнамақшы. Бірінші көзін байлап, баланың әрбір шапалағы арқылы оны іздеуге кіріседі. Жатын бөлмеге келген Малком шапалақтың дыбысын шкафтан естіп, көзін ашса, бала артында тұр. Енді шкафты ақтарып көрмекші болғанда, іштен қорқынышты біреу атып шығады. Қорыққаннан оны ұрып жіберсе, ол Меган болып шықты. Кешке жас жігіт әлгі құбыжықтың бет-әлпетін қарап зерттеп отыр. Бұрылған сәтте құбыжық оны мазақ қыла бастайды. Бұны байқаған жас жігіт бар даусымен айқайлап бөлмеден қашып шықты. Түнде ескі қорапшадан дауыстар естіген Бекки қорапшаны ашса, ішінен көптеген көбелектер шығады. Қыздың бөлмесінен дауыстар естіп, ата-анасы бөлмеге кірсе, үйдің ішінде көбелек қаптап кеткен. Оларды қолмен өлтіре алмайтындары белгілі, сондықтан жәндіктерге арналған электрикалық қақпанды орнатып, ақыры тыныш табады. Ертеңінде Малком кішкентай баламен тіл табыспақшы. Жас бала оны көрінбейтін досымен бірге шайға шақырып отыр. Шайдың дәмін көрсе, бұл арақ болып шықты. Сонда көрінбейтін досы кішкентай балаға арақ ішкізіп жүрсе керек. Малком тез арада онымен әңгімені доғаруды бұйырады. Күтпеген жерден көрінбейтін досы қатты ашуланып, бөлмеден Малкомды қуып шығады. Осыдан кейін Малком біреудің келіп тұрғанын естіп, есікті ашса, Эбигейл оған жазба қалдырып кеткен екен.
Жатын бөлмеге келіп, қуыршақпен қарым-қатынасты тоқтатқан жас жігіт соңғы рет онымен бірге уақыт өткізбекші. Түнде астыңғы қабаттан дауыстар естіп, төменге түссе, еденде қорапша жатыр. Малком қорыққаннан оны битамен ұрып, бензопиламен кесіп көруде. Айқай-шудан оянып кеткен Меган жігітіне сыйлық ретінде бұл қорапшада кішкентай күшік болғанын жеткізеді. Таңертең жас жігіт әйелімен сөйлесіп, оған балалардың біртүрлі қылықтарын түсіндіруде. Бірақ та Меган өзін жақсы ана санайды екен, сондықтан оның сөздеріне мән беретін емес. Бір кезде сыртқа шықса, көлігіне әртүрлі жазулар жазылған, ал көліктің ішінде Эбигейл отыр. Көршісі Малкомның көлігін көріп, көмек ретінде оған көлікті жөндей алатын танысының нөмерін береді. Осыдан кейін үйге кірсе, ас бөлмеде әйелі осыдан 1 жыл бұрын қайтыс болған Кишамен сөйлесіп отыр. Бір кезде Киша бұрынғы жігіті Малкоммен қоштасып үйден шығып кетеді. Енді жас жігіт әйеліне Кишаның кім екенін түсіндіріп, оны қайта сабырға келтіруде. Беккидің бөлмесіндегі камера жазбалары арқылы Малком бұл қыздың түнде ешкімге айтпай үйге бөтен жігіттерді кіргізіп жүргенін түсінеді. Ертеңінде қуыршақ Малкомның киімдерін өртеп жібергенде не істерін білмеген жас жігіт үйіне Мигельді шақырады. Көршісіне үйдегі барлық жайтты айтып болған соң, Мигель бұл бәледен құтылудың тек бір жолын айтады. Ол құрбандық шалу. Көршісі құрбандық ретінде әкелген әтештері оңайлықпен берілетін емес, бірақ соңында Малком оны вентиляторға лақтырып әзер құтылады. Енді екеуі сол әтештің рахатын көруде. Жатын бөлмеге кірген жас жігіт қуыршақтың тамға әртүрлі сөздер жазғанын көріп, оны аулаға көміп тастауды шешті. Бірақ үйіне қайтып келсе, қуыршақ орнында отыр. Тағы да бірнеше әдістерді көрген жас жігіт бәрібір қуыршақтан құтылатын емес. Отбасы мүшелерін жинап, Малком үйдегі басынан өткен жағдайларды айта бастайды. Әйелі болса, оны есінен ауысты деп ойлап отыр. Көп замай үйге полиция келіп, жігітті бөлімшеге алып кетеді. Басқа амалы қалмаған жас жігіт шіркеудегі Даг атты діни қызметкерден көмек сұрауда. Бірақ та Даг Кишамен болған жағдайдан кейін оған көмектесетін ойы жоқ. Біраз уақыттан кейін Малком үйдегі елестерді қуатын профессионалдарды кезіктіреді. Жас жігіт оларға бәрін түсіндірген соң, екеуі елестерге қарсы ритуалға кірісуде. Жертөледен шыққан дауыстардан кейін астыға түссе, денесін қара күш жаулаған Бекки тұр. Олар барынша Беккиді құтқарып қалмақшы. Көмекке келген діни қызметкер де бұл жағдайда не істерін білмейді екен. Ақыры Беккидің кесірінен Даг аузына пистолетті тақап атып жібереді. Бір кезде босап кеткен Бекки Малкомға шабуылдап, ішіндегі қара күшті жігітке аударуда. Енді Малкомды құтқару үшін бәрі жабылып, оны тепкілей бастайды. Сөйтіп жас жігіт қара күшті қайта қорапшаға төгіп, одан әзер құтылады. Осылай профессионалдар өздерімен қорапшаны да, қуыршақты да алып кетті. Кешке Малком әйелімен бірге отырғанда үйден біртүрлі дауыстар шыға бастайды, бірақ та Меганның мән беретін түрі жоқ. Бір кезде арттарынан Киша пайда болып, Меганды сол жерде өлтіреді. Көп замай үйге келген Малкомның достары жігітті үйден алып шықпақшы. Жертөлеге түссе, жас жігіт Кишаны қолға түсіру үшін өлген кейіп танытып жатыр екен. Бір кезде жертөленің есігі ашылып, Киша төменге түседі. Осымен біздің Дом с паранормальными явлениями 2 атты киномыз аяқталады. Достар, видеоны соңына дейін көргендеріңізге үлкен рахмет, және де лайк пен подписаться кнопкаларын басуды ұмытпаңыздар. Ал ендеше келесі видеода жүздескенше сау болыңыздар.